Жаныңда жүр жаным сенің жақсарам, сөзіме жауап бар ма? Жақсы, сау болыңыз апа. Жақсы. Адам жеткізесің, одан кейін ән айтып бересің. Не үшін? Енді 5 жұлдызшың ғой аға. 5 жұлдыз қосады, сосын тапсырыс та көбейеді. Тағы бір заказ. Жүріңіз, сіз әзіл айтасыз қазір. Мен келесі клиентқа кино түсіріп берем. Пробкадағы студия InDrive пайдаланушылары такси шақыртып, Нұрлан Қоянбаев пен Садрадиннің нағыз лейт-найт шоуына тап болатын жоба. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, өздеріңіз? Жақсы, студиямызға қош келдіңіздер. Танысайық, есімім Нұрлан, Садрадин, сіздің есіміңіз? Инабат. Инабат, өте қуаныштымын. Нарона. Рахымжан. Альтаир, келгенде өте қуаныштымыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Альтаир Абдрахманов, контент-креатор. Иә? Сіздер құрбысыздар ма, жоқ? Менің үлкен тәтем. Қанша балаңыз бар? 3 балам бар, 3 бала? 11 немерем бар. 11 немереңіз бар ма не? Иә. Тамаша, керемет. Тамаша, не істейсіздер? Оқу... Мен универде. Негізі мектепте мұғалімін. 6 жылдың көлемінде балдармен жұмыс істеп келемін. Дополнительно мектептен тыс футбол секциясымен айналысып келемін. 2 жылдай болды, супернова жобасы бізді қолдап. Сіз? Мектеп. Мектепте. Нешінші класс? Айтуға болмай ма? Құпия болып қалсын. Тамаша. Жалпы мектепте айтқан жоқ. Айтпа, не үшін жазылып тоғайтын десе. Кешірші. Жауап. Тамаша, онда жалпы кішігірім әндерге байланысты викторина. Иә, ойынды мен де білмеймін, тыңдаған жоқпын, мен үшеуміз бірге қатысамыз. Біріншісі 2 есе жылдан болады. Екінші трек тек алғашқы 3 секундын ғана естейміз. Үшінші трек кері ойнатылады. Төртіншісінде тек минус болады. Егер қазір сіздер ұтсаңыздар тегін барасыздар, мен ұтып кетсем 5 минуттан кетіледі. Ал кеттік. Бірінші трек. Стоп. Шыны керек білмеймін. Бірақ Өлеңді білесіздер. Бәріміз білеміз, бірақ атын мен де білмей тұрмын ғой. атын білмейді. Менде жауабы бар екен. Ахау Керім, Гүлхан Сіргебаева. Негізі қалғаны ғой. Енді осы кісі айтқанша осы тректі. Тамаша, келесі. Екінші трек. Садрадин болады такси. Садрадин болады деді ғой. Полный айтты. Садрадин барлық әндер білесің ба? Бәрін білемін. Тамаша. Келесі. Үшінші трек. Жауап бар ма? Біз екеуміз ойнамақ қояйық, Қоямыз ғой деймін. Сөз бұл қазір футбол туралы сұрақтар ғой. Тамаша. Төртінші трек. 91 қайтадан. 91 қайтадан қоя. Сол қоя. Дұрыс қоя. Тамаша, онда сізге тегін Руна енді ем болғанда 500 теңге беріңіз. Жарайсың. Тамаша, рахмет, қошеметтеріңіз десең де. Жалпы енді өзіңіз InDrive'ды жиі қолданасыз ба? Иә. Қалай қолданасыз? Свободный время жұмыс істеймін. Өзіңіз де шығып тұрасыз, иә? Өзім де шығып тұрамын. Жалпы күнде қанша ақша табуға болады, такси болып? 25 мың табасың. Орташа. Сізде бір рекорд қанша болды? 45 мың. 45 мың болды, иә? Неше сағатта? 7-ден сағат 9-ға дейін. Бұл сіздерді Суперновос жобасы қолдады, иә? Сол туралы айтып кетсек. Бұл қандай жоба? Қателеспесем, жалпы InDrive'тың жобасы, иә? Суперновос жобасы жаңағыдай ауылдық население дейді, адам саны аз жерлерде футбол секциясын ашуға көмек береді. Жалпы естідім, 50 мыңнан аз жерлерде жалпы осы футбол командаларды жастарды қолдайды, иә? Шынымен де тапсырыс бересіздер ма InDrive? Иә. Байқадыңыз ба? InDrive'ты қыздар көп қолданады екен. Олар біледі қандай компаниямен жұмыс істеу керек екен. Мысалы, мен де үйде келіншегімнен сұраймын ғой, жалпы қандай майонез алу керек, немесе қандай нан, бәрін біледі ғой. Осы Қазақстанда контентті өзгерту керек деген бір ойым бар, иә? Жалпы әлем бойынша. Сол туралы айтып кетсек, не ол? Жалпы біз әлем бойынша ол да бір жарыс па, жоқ, Қазақстан немен ерекшеленеді? Плюстар қалай, минустар қандай? Искренне айтсам, Қазақстанның контенті ол сәл андай второсортный болып тұрды. То есть бір жерде оригинал бар. Америкада болсын, соны туатын адамдар бар да, біз көбінесе адамдарымыз қайталайды. Челлендж сияқты қайталап жүреміз. Қайталайды да, иә. Ал менің істегім келіп жатқаны, это показать біздің адамдарға, что
контентті біреуден қайталау ғана емес өзімізден де шығаруға болатын. әлемге. Иә, оригинал ретінде. бір айта кетейін сөзіңізді. Бұл кісі көп барлық концерттерге келеді бізде. Иә. Иә, TikTok аккаунт жүргізеді Садыр. Иә, солай ғой. Иә. Садыр Ади деген. Ойынымыз бар. Қазір сұрақтар қойылады. Я жоқты жай ғана осымен көрсету керек. Тамаша. Иә, Сөйлемеңіз, жоқ. Иә. Таксиде ұйықтап кеткен кездеріңіз болды ма? Жоқ. Таксиде ұйықтап қалған жоқ. Онда көрсетейік. Менде? Иә. Болды, менде де болды. Иә. Бәрінде болған сияқты. Иә. Жалпы таксиде. Өзіміз екен ғой. Ұйықтай деген. Иә, таксиде ұйықтайтын жер ғой. Мысалға қалааралық индрайвқа мінсек, барғанша ұйықтап баруға болады ғой, иә. Таксистпен өмір жайлы әңгіме айтқан кездеріңіз болды ма? Таксистпен Иә. жүргізу. Иә. Болды. Иә. Себебі Почти каждый раз ғой. мен ешқашан жүргізушімен әңгімелеспеу үшін телефонмен сөйлесіп Жоқ. жүргізушімен әңгіме. Менде де болған жоқ. Болды ма? Ондай болыпты менде кісі. Бізде де жоқ ондай. Менде де болған жоқ. Сіз ойландыңыз сіз. Біздің қонақтарға дайындаған кішігірім сыйлығымыз бар. Немерелеріңіздің Рахмет сізге. Иә. жас Студиямызда. балаларды осылай үйретіп жүргеніңізге кісіге көп рахмет алғыс айтамыз. Иә. Рахмет. Екеуіңізге бір-біреуден. Жақсы сізге келдік. Рахмет. Жақсы сау болыңыздар. Рахмет сіздерге Сау үлкен жолдарыңыз болсын. Мен парақшамды көре саласың ғой, иә? Әрине, Көріп сақтау. жамандап Бәрін біліп тұрсың.